Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бұл шілде айына бикештер белгісіне арналған астрологиялық жұлдызнама. Ең бірінші айтып кететін мәселе бұл сіздердің асцендент знактарыңыз. Мен всегда айтамын, асцендент знактарыңызды бірге қараңыздар деп. Өйткені асцендент бұл адам туылған кезде, әрбір адам туылған кезде күншығыстан шығып келе жатқан ең бірінші знак. Бұл адамның жинағы басқалармен қалай қарым-қатынас жасайтыны, адамның мінез құлқы, бет әлпеті, дене бітімі, осының барлығына бізде асцендент жауап береді. Сондықтан асцендентті мен әр видеода айтам, маңызды деп. 30 жастан кейін көбінесе асцендент знагы бойынша тура келіп жатады. Сондықтан 50-50 қараңыздар, өздеріңіздің асценденттеріңізді анықтап алғандарыңыз жөн. Егер білмесеңіздер, интернетте көптеген программалар бар, сол жерде анықтасаңыздар болады. Немесе астындағы ссылкадан телеграм каналға өтіп маған жазсаңыздар болады, мен анықтап беремін. Одан кейін екінші мәселе бұл консультация туралы. Консультацияға осы шілде айында жеңілдік болады менде. Бұл жерден сіздер не аласыздар? Бұл жерде сіздер өздеріңізге толық астрологиялық натальный карталарыңызға астрологиялық разбор жасап беретін болам, және плюс алдыңғы 5 жылға транзиттарыңызды қарап беретін болам, алдыңғы 5 жылдағы. Егер сіздер консультация жасатқыларыңыз келсе, онда астында телеграм, инстаграмға ссылка қалдырып кетем, сол жерде маған жазсаңыздар болады. Бикештер үшін шілде айы қандай болмақ? Ең бірінші біз 3-4 күні бізде ай толады. Ай толған кезде мен айтам, бір нәрсенің шешімі, бір нәрсенің кульминациясы деп, шеше алмай жүрген нәрселеріңізге осы кезде мүмкіндіктер пайда болады. Өйткені осы айда сіздерде мүмкіндіктер аспекті болады. Трапеция деген астрологияда аспект бар. Бұл аспект өте гармоничный аспект, өте жаңағы мүмкіншілік, секстиль, трин деген аспекттардан тұрады. Сондықтан бұл мүмкіншіліктер аспекті деп айтамыз. Сондықтан сіздер 5-ші домда болғандықтан толған ай, 5-ші домның сферасы бойынша бұл сіздің балаларыңыз, сіздің романтикалық партнеріңіз, осы сфераларда немесе бір жерге бару, демалу деген сияқты нәрселерде сіздер шешімдер жасайтын боласыздар. Яғни бұл жерде сіздердің көбінесе балаларыңызға байланысты болуы мүмкін, немесе сіздің хоббиіңіз болуы мүмкін. Егер сізге бір хоббиіңіз бар болса, сізге ұнайтын бір творческий жұмыс болуы мүмкін, шығармашылық жұмыс болуы мүмкін. Сондай ұнайтын жұмыстарыңызды осы күнге дейін істеуге жаңағыдай бір қолыңыз бармай жүрсе, соны шеше алмай жүрсеңіз, шешім жасай алмай жүрген болсаңыз, сондай нәрселерде сіз бір қорытындыға келетін боласыздар. Немесе балаңызды бір мектепке беру керек, немесе садикке беру керек. Сіз мүмкін ұнатқан мектеп болуы мүмкін, сондай шешімдер мүмкін. Сіз мектебін ауыстыруыңыз мүмкін, балаларыңызға байланысты шешімдер жасауыңыз мүмкін. Сіздің үлкен балаларыңыз болса, мысалы, солардың оқуы мәселесінде бір шешімдер қабылдануы мүмкін семьяңызда именно. Одан кейін жаңағы романтикалық партнеріңіз, сіздің жаңағы сүйіктіңізге байланысты қандай да бір общий жаңағы ортақ шешімге келулеріңіз мүмкін, екеуіңіз бірге. Одан кейінгі келесі аспект бізде 6-шы шілде күні болады. 6-шы шілде күні Венера мен Марс планетасы екеуі қосылатын болады. Енді бұл жерде Венера негізі әйел адамға жауап берсе, жаңағы Марс бізде ер адамға жауап береді. Бұның барлығы енді сондай бір скрытный домда болады. Сондықтан егер сіз жаңағы партнеріңіз екеуіңіз, романтикалық сүйіктіңіз, партнеріңіз екеуіңіз мүмкін өздеріңіздің жаңа қарым-қатынасыңызды басқалардан құпияда ұстауыңыз мүмкін. Егер сондай адам кездестірген болсаңыз, немесе екеуіңіз үйленем деген бір шешім қабылдаған болсаңыз, немесе өздеріңіздің отношенияларыңызды жаңағыдай мүлдем айырылысып кетіп жатсаңыздар, осындай нәрселерді сіз өзіңіздің жақындарыңыздан жасыратын боласыз, яғни ешкімге айтпайтын боласыз. Жаңағыдай жаңа уровеньға өтіп жатсаңыз сүйіктіңізбен,
басқалардан құпия ұстайтын боласыз ғой. Ешкімге айтқыңыз келмейді, ешкіммен бөліскіңіз келмейді. Мейлі жаңа адаммен танысып жатсаңыз да айтқыңыз келмейді. Неге? Сізде ондай бір сезім пайда болады. Өйткені сіздің жаңағы іш жақтағы қорқыныштарыңыз шығуы мүмкін. Өйткені бізде жаңағы черная луна сіздердің сол 12-ші домдарыңызда тұр. Черная луна деген негізі адамның ішкі қорқыныштарын, бұрынғы опыттарыңыз, бұрынғы бір жаңағы қалып қалған травмаларыңыз болуы мүмкін, бұрынғы қарым-қатынаста қалған травмаңыз болуы мүмкін. Сондай бір ішіңіздегі тығылып жатқан қорқыныштарыңызды шығаруы мүмкін. Сондықтан сіздер жаңағы кішкене скрытный болып, елдерден жасырып, көбінесе сондай бір состоянияда болуыңыз әбден мүмкін. Одан кейінгі келесі аспект бізде Марс планетасы. Марс 12-ші домнан кейін бізде 1-ші домға кіретін болады. 1-ші домға кіргенде ол өте активный болады. Яғни сіз әдетте күнделікті өмірде қатты активный боласыз. Күш қуатыңыз көбейеді, сондай жадырап, жайнап дегендей жаңағыдай құлпырып сіздер деген өте активный боласыздар осы кездері. Көп адамдармен араласып, жаңағы мойныңызға артылған жүкті тез-тез істеп тастап, сондай активный боласыз. Одан кейінгі келесі аспект бізде Меркурий планетасы. Меркурий планетасы 10-ші шілде күні 12-ші домдарыңызға кіретін болады. Яғни жалпы 12-ші дом бұл ең соңғы дом болғандықтан, бұл жаңағы балықтар знагының домы болғандықтан өте сондай бір адам өзіне қарай кетіп қалатын сондай құпия домдардың бірі. Адам қатты терең ойға кетіп қалады. Мысалы қазір қоғамда болып жатқан, бізде мысалы қазір 12-ші домның сферасы қатты болып тұрды. Өйткені мысалы Нептун планетасы қазір соңғы кездері біздерде жаңағы қоғамда психотропты нәрселер, жаңағыдай есірткі деген нәрселер өте көбейіп кетті. Оның бәрі ненің әсерінен? Бізде өйткені қазір 12-ші дом қатты выраженный болып тұр. Нептун планетасы бізде қазір балықтар знагында. Жалпы Нептун деген сондай бір қиялы әлемге жауап береді ғой бізде. Сондықтан қоғамда қазір көп адамдар, мысалы кеше біздің сондай ұлы дала баласы деп жүрген әншіміз, мысалы ұсталып жатыр, жаңағыдай көбі жаңағы есірткі қабылдады деп айтып жатыр, жаңағы оның істеген қылықтары жаңағы неадекватный деп айтып жатыр. Бұның барлығы ненің әсері? Бұның барлығы мына осы балықтар знагына Нептун 2011 жылы кірген болатын. Сол 2011 жылдан бастап өте сондай нәрселер қатты дамып кетті. Жаңағыдай медицинский препараттар, психотропты нәрселер, осындай нәрселердің бәрі осы Нептунның балықтар знагының жаңағы темасына жатады. Енді 2025 жылға дейін Нептун бізде әлі күнге дейін балықтар знагында болады. Бірақ 2025 жылдан бастап ол уже басқа знакқа кіргендіктен жаңадан бір цикл басталады. Енді қоғамның сана сезімі бәлкім сол кезде өзгеруі мүмкін, қоғамдағы жастардың сана сезімі. Бірақ қазір именно осындай нәрселердің біз қазір пигында тұрмыз деп айтсақ болады. Өте көп, мысалы біз қанша жаңағы халық алдында жүрген адамдарды көріп жатырмыз, жаңағы есірткі қолданады, наркоман, жаңағы ішеді деген сияқты нәрселер көп шығып жатыр соңғы кездері жаңалықтарда. Осының бәрі сол Нептун планетасының әсері адамға тигізетін. Сондықтан 12-ші дом бұл өте сондай психологиялық терең, сондай адамның ішкі терең тығылып жатқан бір минустары демеймін, енді адамның сондай бір тығылып жатқан қасиеттері, сондай негативный опыттары, негативный нәрселерін шығаратын домдардың бірі. Сонда Меркурий планетасы сіздің 12-ші домыңызға кіреді екен 10 күні. Осы жерде енді сіздерде кішкене жаңағыдай бүкіл өрісіңіз, сана сезіміңіз қатты ішіңізге түсіп кетуі мүмкін, бір нәрсеге қатты күйгелектеніп, күйіп пісіп, сондай состояние сізде болуы мүмкін.
осы 10-нан бастап қатты бір нәрсеге ашуланып, қатты жүрегіңізге алып, нервничать етіп, сондай нәрселерге өзінің жүйкеңізді кетіріп сөйтуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан осы жерде кішкене өздеріңізді баланста ұстауларыңыз керек. Одан кейінгі келесі аспект бізде 17-сі күні болады. 17 шілдеде бізде жаңадан ай туады. Бұл жаңа ай сіздердің 11-ші домдарыңызда туады. 11-ші дом жалпы сіздердің достарыңыз, жалпы сіздердің коллективіңіз, көп адамдар жиылған орындар, группалар, жаңағы адамның любовник, любовница деген нәрселерде осы 11-ші домға кіріп кетеді бізде. Одан кейін жаңағы сіздің социальный сеть, мүмкін сіз осы кездері жаңағыдай өзіңіздің блогыңызды бастауыңыз мүмкін, жаңағы социальный сеть жүргізіп бастауыңыз мүмкін. Сізге осы кездері именно бір мүмкіндіктер, жаңа қадамдарды сіз именно онлайн жақтан бастауыңыз мүмкін. Онлайн жұмыстарда сіздер егер сондай онлайн жұмыс істейтін болсаңыз, немесе істеймін деп жүрген болсаңыз, сондай бір хоббиіңіз бар болса, осы кездері жаңадан сіздерге қадам бастауға өте ыңғайлы уақыт. Және достарыңызбен көбінесе демалысқа бару, достарыңызбен көп уақыт өткізуіңіз мүмкін осы кездері. Одан кейін 17-сі күні бізде тағы бір событие болады. Бұл солтүстік және оңтүстік ай түйіндері. Олар өздерінің знактарын ауыстыратын болады. Яғни тоқты таразы знагына ауысатын болады. Жалпы бұлар 1,5 жыл бойы бір знакта болады. Енді олар алдыңғы 1,5 жылға тоқты таразы знагына ауысатын болады. Жалпы солтүстік ай түйіні дегеніміз не? Ол адамның предназначениясы, адамның фокусы. Сіздің фокусыңыз осы айда 2-ші 8-ші домға ауысатын болады. Яғни осы алдыңғы 1,5 жылда сіз ақша мәселесі туралы көп ойлайтын боласыз. Өзіңіздің ресурстарыңызды көбейту, сол туралы қатты уайымдайтын боласыз. Именно сол ақша, үй алу, жаңағы недвижимость алу, ресурстарымды көбейту, өзімнің доходымды көбейту деген алдыңғы 1,5 жылдың темасы сіз үшін осы сфераға түсіп тұр. Яғни сіз сол жайында көп ойлайсыз, сол жайында көп жұмыс жасайсыз, сол жаққа фокусыңыз ауысатын болады. Одан кейін бізде 20-21 күні Венера планетасы статичный болады. Яғни ретро қозғалысқа кіретін болады. Ол қыркүйек айының 4-не дейін ретро қозғалыста болады. Жалпы Венераның ретро кезінде біз жаңағы кішкене ақшалай қиындықтар болуы мүмкін, жаңағы кішкене жұмыстарыңызда торможение, жаңағы келіп тұрған доходтарыңыз кішкене азайып қалуы мүмкін. Және де көбінесе Венера махаббатқа жауап бергендіктен осы кезде той жасамаймыз, жаңағы қолымызды қоймаймыз деп жатамыз. Егер пландап қойған тойларыңыз болса, онда міндетті түрде өткізесіздер. Бірақ та егер сізде мүмкіншілік болса, өзіңіздің қолыңызды Венера планетасы ретродан шыққаннан кейін қойсаңыздар болады. Көбінесе айтып жатады, жаңағы Венера ретро кезде үйленген адамдар ұзаққа бармайды деп, сондықтан осындай мәселе бар. Одан кейінгі келесі аспект бұл 28-і күні болады. 28-і күні бізде Меркурий планетасы 1-ші домға кіреді екен. 1-ші домға кіргенде сіздерде кішкене жаңағы 1 ай бойы кішкене депрессияда болуларыңыз мүмкін деп айтым. Жаңағы күйігіңіз ішке түсіп, қатты күйіп-пісіп, жан-жағыңыздағы адамдардың сөзіне кішкене шыдамай, сондай состояние болуы мүмкін. Бірақ та 28-нен бастап сіз ол состояниядан шығатын боласыз, яғни өз-өзіңізді қолға алатын боласыз. Жалпы барлығы адамның өзінің қолында. Біздің состояниеміз, біздің жаңағы өзімізді қалай ұстауымыз, басқалармен қарым-қатынас жасауымыз, оның барлығы біздің өзімізге байланысты. Біз өзімізді контроль ететін болсақ, онда бәрі жақсы болады. Сондықтан осы айдағы планеталардың жүрісі, қозғалысы жалпы осындай. Оны айтып қою менің міндетім сіздерге. Планеталардың жүрісін, қозғалысын барлығын өздеріңізге тек жақсы жағынан қолданыңыздар. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, ең бастысы денсаулық, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.